Біз қазір еліміздің солтүстік қақпасы Петропавл қаласындамыз. Мұнда жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында Самұрық-Қазына Construction акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша 4 білім ошағын салу көзделген. Бұл бір кезекте 2700 оқушы орнын ашуға мүмкіндік бермек. Оқу орындарының екеуі биыл, тағы екеуі келесі жылы қолданысқа тапсырылады деп көзделіп отыр. Құрылыс шаһардың дамып жатқан ықшам аудандарында жүргізілуде. Орман ықшам аудандағы 600 орындық жайлы мектептің құрылысы өткен жылдың тамызында бастау алған. Биылғы қыркүйекте білім ошағын халық игілігіне тапсыру көзделіп отыр. Мақсатқа жету үшін Асти серіктестігі тынбай еңбектенуде. Ұлттық жобаны іске асыру барысында қазақстандық бизнесті қолдауға да ерекше назар аударылуда. Себебі мектептердің құрылысына бөлінген бюджеттік қаражат ел экономикасында қалып, оның дамуы үшін жұмыс істеуі қажет. Қазір бетондық жұмыстар жүріп жатыр, аяқталып қалды 80-90%. Сонымен бірге параллельно жаңағыдай сыртқы қабырғалар газоблоктан и ішкі қабырғалар істеліп жатыр. Құрылыс материалдары газоблок жергілікті осы солтүстік Қазақстан өңірінен, сонымен жаңаға қызыл кірпіш, жаңаға сыртқы фасад облицовочный кірпіштер бәрі біздің Көкшетау Енко фирмасынан алынып жатыр. Барынша қазақстандық өнімге көңіл бөліп жатыр. Бетон осы тоже жергілікті осы солтүстік Қазақстан Петропавл қаласынан 2-3 заводтан бізде жаңа келісімшарт бар. Солар күні түні жұмыстың барысына байланысты жаңа бетон алып тұрамыз сол заводтардан. Су, жылу, канализация, электромонтаж, слаботочка, вентиляция, лифт, барлық подрядный организациялармен бізде уже келісімшарт бар. Барлық жұмыс қатар жүргізіліп жатыр. Жайлы мектеп заманауи білім мен сапа стандарттарына сай тұрғызылып жарақтандырылады. Мұнда озық STEM зертханалары, робототехника кабинеттері, хореографиялық зал, демалыс және коворкинг аймақтары болады. Ерекше қажеттілігі бар балалар үшін кедергісіз орта жасалып, әр оқушы жеке заттарын сақтайтын шкафпен қамтылады.